Сәлем балалар, әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Менің кітапханама қош келдіңдер, кішкентай оқырмандарым. 62-ші сабақ өнер, білім бар жұрттар. Бүгін сабақта балалар айтыс өнеріне жаттығатын боласыңдар. Бірінші тапсырма. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин ұстаз, ақын, ағартушы педагог, жазушы. Ол тұңғыш қазақ мектебін ашты. Ол туралы не білесің? Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 2 қарашада Қостанай облысының Қостанай ауданы Аманғарай Қарағай ауылында туған. Ыбырай қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше білуге бейім екенін байқатады, көп оқиды. Қазақтың тұңғыш педагогі, бірінші қазақ мұғалімі, қазақ даласында бірінші болып балаларға арналған алғаш қазақ мектебін ашқан. Балаларға арналған алғаш қазақша және орысша тілдеріндегі кітаптардың авторы. Ыбырайдың әңгімелері үнді, қанағат, тәкаппарлық, түлкімен ешкі, жаман жолдас, таза бұлақ, бақша ағаштары, асыл шөп және тағы басқа шығармалары бар. Екінші тапсырма. Түсініп оқы. Өнер, білім бар жұрттар. Өнер, білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Мал істейтін жұмысты отпен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді. Сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай. Білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көк шөптей, жана өспірім достарым, қатарың кетті алысқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік, иектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп, ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Ыбырай Алтынсарин. Үшінші тапсырма. Өлеңді пайдаланып, жұмбақ айтыс ұйымдастырыңдар. Бірінші оқушы. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған. Ол не? Екінші оқушы. Аты жоқ құр арбаны 1000 шақырым жерлерге күн жарымда барғызған пойыздар ғой зырлаған. Өлеңді пайдаланып, жұмбақ айтыс ұйымдастырыңдар. Ал енді сен тапшы. Көкке ұшсам байланам, ұшпасам жиналам. Қанатым бар, бірақ та құс емеспін, ойланам. Бұл не? Жауабыңды таптым мен, бұл да бір ғажап әлем. Малақайлар сүйетін, ол не? Дұрыс айтасың. Әуе жылан екен. Төртінші тапсырма. Ата-анаң немесе туысыңның атқарып жүрген жұмысын есіңе түсір. Олардың еңбегін жеңілдету үшін не ойлап табар едің? Менің анам бастауыш сынып мұғалімі. Ол кішкентай балаларға білім беріп, оларды оқуға, жазуға үйретеді. Үйге келгенде менің сабағыма көмектеседі, шаршайды. Маған бұл ұнамайды. Мен өскен кезде балаларға сабақ оқытатын робот ойлап тапқым келеді.
Сонда барлық бала сол роботпен сабақ оқиды. Ал аналар болса сол уақытта тынығып, демалып алады. Тамаша емес пе? Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.